Мен сосын жолдасыммен ақылдастым. Мен өнерді таңдайым дедім. Әлидің айтуынша мені шақырды, бардым, құрмет орденімен марапатталдың деп, сөйтіп, ол жерде баланың қандай жазығы бар. Жас әншілердің жаңағы жеңіл-желпі ән айтуы, не сөз түсініксіз, не әні түсініксіз, бүгін айтса ертең ұмытылып қалатын әндер. Кімдерді қазір жақсы көрем? Мен Ұлан Ғасырды жақсы көрем. Ұлт мәселесіне өзім қалай түсінем, солай жауап берем. Жаңағы айтып отырған кейбір әншілеріміз мүлде қазірге дейін фонограммамен айтады. Ең менің бірінші орындағы тұрғаным қызымның жаңағы жүрегін жарақаттап алмасам екен. Біздің арнаны қолдап, бізге тіркеліп, подписаться батырмасымен қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін тырысамыз. Мен қазір 11-ші жыл Астанадамын. 11 жыл бұрын қазақтың керемет бір қызы, әлем артисі Айман Мұсахаджаева, біздің атақты скрипкашы. Сол шақырып бір съезде көріп қалып, әйелдер съезінде. Сосын телефонын жазып, болды, сен бүгіннен бастап менде жұмыс істейсің деп. Мен жоқ, бармайым, Астана суық, немерелерім бәрі Алматыда деп. Сол аяғында енді өтініп сұрағаннан кейін мен бардым. Қазір Құдайға шүкір Астанаға жақсы көріп кеттік Астананы. Мен 4,5 жылдай сабақ бердім. Дәстүрлі музыка факультетінің деканы соған шақырды. Және концерттік нелерге көп үлкен концерттер жасап жүрді. Сол университеттің үлкен бір несін аштық, Айман жұлдыздары деп. Сонымен ең аяғында біздің ең керемет барған концертіміздің ең кереметі біз Димашқа бардық. Дайдидауды айтқан кезде. Содан 4,5 жылдан кейін мені филармонияға шақырды. Сосын мен Айман қарсы болғанына қарамастан, мен өнер адам, мен ән айтып жүрген әншімін, мен анда мүлде отырып қалдым деп, сөйтіп айту ренжісе де филармонияға ауысып кеттім. Қазір Астана қаласындағы Еркеғали Рахмадиев атындағы филармонияның әншісімін. Бұл жерде негізі мен енді өзімнің ойымды ашық айта берем, ешкімнен қорықпайым. Бұл жерде сол Әлидің де жазығы жоқ. Роза жалпы менің 45 жыл бірге келе жатқан досым, института бірге оқыдық, Шығыс Қазақстаннан біз ешқашан балаларына атақ сұрап бір жерге барған адам емес. Ол өзіне де ештеңе сұрамайды. Алла тағала өзіне берген талантты еңбек еріне дейін алды ғой. Мен өте қуаныштымын досым үшін. Және ол алғаш Әли өлең айтқан кезде сен әнші емессің, сен пианистсің, неге сен ән айтып жүрсің деп мәди айтқанда да үнемі қарсы шығып, бірақ кейіннен балаларының ерекше сол өнерге құштарлығын көргеннен кейін қазіргі кезде өте үлкен қолдау көрсетіп жүр. Ал енді ол жерде құрмет орденін сол Әлимен қатар керемет режиссер, мынау біздің Астана қаласындағы музыкалық жас көрермен театрының өзі көптеген спектакльдер қойған, мәдениет министрінің орынбасары, Жүргенов атындағы университеттің ректоры болып істеген Асқат Майемиров алды. Ал Асқат енді ол біраз жерге өзінің жұмыстарын көрсеткен. Әлиге шақырып, Әлидің айтуынша мені шақырды, бардым, құрмет орденімен марапатталдың деп, сөйтіп, ол жерде баланың қандай жазығы бар. Біздің қарапайым халық өте бір сондай дөрекі пікірлер айтып жатты. Ол да бұл жерде олар енді бірден қабылдады, жас бала қалай алып жатыр деп. Құрмет орденін мен де алғам. Ол енді біраз ақыл тоқтатып, біраз өнерге еңбегі сіңгеннен кейін береді. Ал енді Әли оның алдында ғана дарын сыйлығын алған. Дарын сыйлығы ол бұрынғы Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты деп алатын, енді ол да үлкен атақ болатын, жастарға беретін. Сондықтан екі ортада шыбын өліпті дейді, Әлидің басы дауға қалды, бірақ Әли өте өзінің ойын дұрыс айтты. Одан кейін біздің мәдениет министрі Аида Балаева шығып оны түсіндірді. Сондықтан бұл жерде мен енді жүрегім өте ауырды Әлиге. Сондай шырылдап, өз басын қорғап, солай істеді. Сондықтан не нәрсені жоғары жақта басшыларымыз ұсынған кезде ойланып барып, әркімнің өзінің орны бар, жастың өзінің орны бар,
үлкеннің өзінің орны бар, бәрін орнымен беру керек. Сондай болған кезде халықтың бұндай ашуын көтермес еді. Сондықтан бірақ енді бәрі жақсы шешілді, өйткені әлиде жазық жоқ, ол өзінің әлі жас екенін бәрін айтты. Онда мен барлық атағымнан бас тартамын деді. Керемет болды, бірақ айту енді ертерек бұйырып тұрған шығар. Жалпы өте талантты бала, өзімен еңбекқор бала, жұмыс істейді. Барлық үлкен ән кештерінде, мемлекеттік дәрежедегі кештерде жанды дауыспен өлең айтып жүреді. Мен жаңа ғана осы таңертең шыққан кезде қызым, әпкем, тете әпкем, біз Астанадан бірге келдік, осы 1-2 күн болды. Сонда сол Мұхтар ағаның бір ашынып айтқан сөзін Шаханов ағамыздың оқып жатыр екен. Осы өзің айтқан сұрағың, жаңағы жас әншілердің жаңағы жеңіл-желпі ән айтуы, не сөз түсініксіз, не әні түсініксіз, бүгін айтса ертең ұмытылып қалатын әндер өте қатты айтып жатыр. Ол кісі айтпайды, айтса қатты айтады. Мұхтар ағамыз сөзінің шындығы бар, әрине. Сонда менің байқағаным, кейінгі кездегі өте жүрегім ауырып жүргені, бізде ер адамша айтушы еді баяғыда. Қайрат Байбосынов ағаларымыз, Ермек Серкебаев ағаларымыз, атақты бір енді диапазондары үлкен кең, ұл балаларға көбірек айтқым келеді. Қазір бізде әйел дауысты болғанда бір ыңырси ма, бір дыбыстар шығара ма, және енді бір ер адамның бір арқырап шығатын дауысын сағынатын болдық қазір. Мен өзім құрбыларыма айтам, Бағдат Сәмединоваға, осы енді 10 жылдан кейін екеуміздің әнімізді тыңдайтын көрермен қалмайтын шығар деп. Өйткені мүлде басқа. Ішінде бар, жақсы әншілер бар. Мен жас әншілерді, кімдерді қазір жақсы көрем? Мен Ұлан Ғасырды жақсы көрем. Мен Садырадинді ұнатам. Мен Қазбек Құрайш жақсы көрем. Сондай балалардың әндері жүрегінен орын алады. Ал енді не әні түсініксіз, не сөзін адам ұқпайтын. Енді бір кереметтері сөзінде өзі жазады, әнінде өзі жазады, өзі орындайды. Енді бір не айтып тұрған түсінбейтін әншілер өте көп. Сонан кейін жаңағы бір ыңырсыған дауыспен айтатын ұл балалар көбейіп кетті. Мен соған ер адамша айту керек. Елдің бәрі таласып оқыған, таласып көрген. Ол мынандай жағдай болды. Мен өзім шамалас бірге оққан жігітке тұрмысқа шықтым. Бір қызымыз болды. Менің өнеріме ешқандай кедергі жасаған жоқ. Мен кейде ол кездер, кейінгі кезде де кейде 40 күнге кетіп қалатын кездеріміз болды гастрольге. Сол бір 40 күн Москвада бір фестивальға қатысып келіп, аэропортқа келген кезде қызымның көз ішіне кіріп кеткен, жақ ішіне кіріп кеткен жолдасым жүде, өзі жалпы спортпен айналысады. Сонымен әлгі екеуін түрін көріп, мен өте бір үлкен ойға қалдым. Немесе мен әйел адам болып бұларды қарап үйге отыруым керек болды, немесе мен көптеген атақтар алып, сол кезде халықтың алдында жүріп, сөйтіп әнші Майра атанып, қазақтың Майрасы атанып жүрген кезім, екеуінің біреуін таңдау керек пе болды. Мен сосын жолдасыммен ақылдастым. Мен өнерді таңдайым дедім. Бірақ сен бүйтіп қарның ашып, балаңды арқалап жұмысқа барып, арқалап алып келіп жұмыс бүйтіп қиналма. Сен бір жақсы қасыңда отыратын, мен сияқты гастрольге шықпайтын сондай бір жарал деп. Содан басында ашуланды, артынан мен енді былай өтірік айтуыма тура келді. Мен сенің үлкен үйің болып отырам дедім. Сонан кейін өзінің арманы бір ұл болатын негізі. Енді бір ұлың болады, Тоғжанға не болады деп бір сондай әдемі ақылдастық екеуміз. Менің бірінші орындағы тұрғаным қызымның жаңағы жүрегін жарақаттап алмасам екен. Папам не болады енді деп сондай. Жоқ, сонымен біз қазір осы уақытқа дейін бір ұлы бар, біз өте сыйласамыз, біріміздің үйімізге біріміз барамыз, отырып шай ішіп, біз туыс сияқты араласамыз. Сосын менің жалпы әйел ретінде ойлайтыным, кейбір ерлі зайыптылар
айырылысып жатады ғой. Сол кезде бұлар бірін-бірі жек көріп, бірін-бірі балағаттап, бірін-бірі көрместей болып, неше түрлі біріне-бірі жағдайлар ұйымдастырып, сонда ортадағы баланы ойламайды. Ал енді баланың жүрегін, психологиясына әсер етеді. Мен бірақ байқағаным, ер адамдарға қатты ұнады сол. Ер адамдар мені мақтай бастады, мұның Майралиясы бар, рұқсат береді екен. Әйел адамдар онша жақтырмаған шығар, бірақ мен ондай бір әдемі өзіміздің семьямызбен шештікте ақырын ғана осылай осындай жағдайға келіп жеттік. Өмір бақи тыныш, жұмысымды істеймін. Қызым жанымда, немерелерім бар, Алланың берген 4 немересі бар. Папасының да жағдайы жақсы, өте жақсы семья болып тұрып жатыр. Айналамның бәрі аман, жұмысым жақсы, өнерде орным бар. Өзім көбінесе жан жақтағы туыстарыма, тіпті семейдегі бауырларыма қарасып сөйтіп отырам. Сондықтан енді туыстарым, жан жағым бәрі аман есен, Құдайға шүкір. Қоғамда мазалайтын жаңағы жеңіл әншілердің көбеюі, сол жеңіл әншілерді бір каналдар, бір сондай жаңағы крутить етеді дегенді аузыма түспейді. Айналдыра береді, оны қабарлайды. Ең жарық жұлдызы деп қабарлаған кезде менің жүрегім ауырады. Мен кімнен ұялам дейсіз сол кезде? Солар сөйтіп қабарлап атқанда мен Бибігүл апай үшін ұялам. Бибігүл апам бір күн айтты: "Майра, бұл не сұмдық? Қазір аспандағы жұлдыздан жердегі жұлдыздар көбейіп кетті ғой" деді. Сондай өріс келдік. Ол екі ән айтқанда, ол солай сенеді ғой өзіне, ол жастар. Мен шынында да үлкен жұлдыз екенмін деп. Сонан кейін сол екі әнімен қалады. Ұлт мәселесіне өзім қалай түсінем, солай жауап берем. Өз басым қалай шешем, солай жауап берем. Ұлт мәселесі дегенде енді мен осы оралмандар келген кездегі бір түсіністік жағдай, сол кезде айтатын жерде айттым. Сосын Димашты Қытайдың қол шоқпары, осы Қазақстан Қытай шығарды, бізде оның қадірін білмеді. Сосын немене жаңағы сондай бір келеңсіз әңгімелер айтқан кезде мен енді о жерде өте үлкен 60 сайт орысшасы қазақшасы бар жазды. Ринат бауырыма да ұрысып алдым, жаңағыдай сөздер айтқан. Айтысты білсен, ал сен әншілеріңге баға бере алмайсың деп. Сондай сәттерді айтатын жерде айтам, соның кейін жалпы мен ойыма келгенімді ашық айтам. Мен оны айтып жүрім, қазірде айтамын. Фонограмма деген әңгіме шыққан кезде, барлығы әншілерді бәрімізді тұрғызып қойып жеген кезде, сол бір күн үлкен бір кездесу болды. Әншілер жағынан Қыдырәлі келді, Лұқпан Жолдасов, мен үшеуміз шақырдым. Мәдениет министрлігінен 2 адам болды. Сол кезде олар да бастады: "Вот, сіздер сөйтіп жүрсіздер, бүйтіп жүрсіздер." Сосын мен мынандай сұрақ қойдым. Жауап бере алмады. Мен айттым: "Жарайды, мынау атты бәйгеге қосқанда да жоқ дегенде 3 ай немесе жарты жыл оны суытады, оған керемет жем береді, оны бір баптайды. Ал сіздер осы біз фонограммадан бірден жанды дауысқа көшетін кезде сіздер қандай жағдай жасадыңыздар" деймін. Фонограмманы қойсақ даусымыз шықпайтын аппараттарны мен өлең айтамыз. Аппаратура деген 0 болды. Егер олар керемет аппаратураларды қойып, микрофондарымыз саңқылдап, неге біз айтпаймыз? Біздің поколениеде, менің замандастарым, Роза болсын, Мақпал болсын, біз көзімізді ашқаннан жанды дауыспен айтып үйрендік. Таңғы 4-те оятса, біз әнді айта береміз. Ал қазіргі біздің ана жаңағы айтып отырған кейбір әншілеріміз мүлде қазірге дейін фонограммамен айтады. Жанды дауыспен айту деген, ол 100% құлағың естісе, 100% сен жаңа ырғақты сезініп тұрсаң, сөзін дұрыс жаттап алсаң, сонда ғана жанды дауыспен айтады. Ал сонда мәдениет министрлігіндегі адамдар маған жауап бере алмады. Мен айттым: "Қазір бүткіл Қазақстан бойынша 2-ақ жақсы аппаратура бар. Біреуі Республика сарайында, біреуі Астанада, Қазақстан орталық залында. Болды, басқа жерде біздің жұмыс істейтін. Ал енді ауылдың клубына барғанда, районға барғанда, кішкентай қалаларға барғанда, онда вообще аузымызды аша алмаймыз."
Мен өзім қасымда жүргендерден айтайын, енді Роза досым дедім ғой, Розаның бір тік кейде айтатыны бар, кейде халыққа ұнамай қалады, негізі не болса да бетке айтады. Сол шындығы маған сонысын ұнайды. Нұрлан Өнербаев бар. Әнді де келістіріп айтады, нағыз тамаша әнші, өзі сөз қоры да керемет. Кезінде радионы басқарды, мәдениетті басқарды. Өте сол Нұрланның айтып отырған ойларын мен үнемі естіп жүрім. Екеуін айттым. Үшінші, жақсы сөйлеп ойын жеткізе алатын бізде енді әнші емес, Айнұр айтыскер қызым. Айнұр кім? Тұрсынбаева. Фамилиясын ұмытып қалдым. Біз бір ауылданбыз, Айнұр Тұрсынбаева. Қазақтың болашағы менімше жақсы болады. Қазірде жаман емес. Өйткені жалпы қазақ халқы өте текті халық. Мен көп жерге бардым, көп шетелге бардым. Қонақ жай халық. Соңғы етін холодильниктен суырып қонақ келгенде балаларға бермей тығып отырып, қонақ келеді, нан тығып қойыңдар деп отыратын ұлт менімше біз ғана. Сосын көп ұлтты Қазақстанды болғанның өзі қазақтың тектілігінен деп ойлаймын. Сосын қазір жастар өте көп, жақсы білім алып, шетелден білім алып, жастар және көп мән беріп жатыр жастарға, ол дұрыс. Жалпы Қазақстанның болашағын мен өте зор деп көрем. Қазағым деп өлер едім. Егер өлтірейін деп атса. Қазақты жақсы көрем, қазақ тілін жақсы көрем. Жалпы қазақ болып туылғаныма, Қазақстанда тұрғаныма, бәрбір мемлекетке барып 10 күн, 15 күн жүріп келгенде, осы Қазақстаннан артық, қазақтан артық, бізде менімше ешқашан соғыс болмайды. Бізде жақсы дипломат, үлкен жақсы президент қазір басқарып отыр. Сол дипломат болып мемлекеттер әйтеу жаңағыдай аяқ астынан Путин мен кім сияқты Украина ұқсап тасталқан болып, халықты ойламай, бомба тастап, балалар өліп жатыр, анау біреу Израиль мен Палестина сияқты сондай болмайды біздің қазақ, соны білем әйтеу. Қазақстанда ондай болмайды.